Урматтуу телекөрүүчүлөр, учурда жаштар ар кандай терс көрүнүштөргө бурулуп жаткан учуру, бирок бүгүнкү биздин каарманыбыз өзүнүн жаштыгына карабай, ушул жаштарды спортко үндөө менен биргеликте ушул бүгүнкү мелдешти өткөрүп жаткан экен. Анда эмесе ошол мекендешибиздин, инибиздин спорттук иш чарасына сиздер менен биргеликте күбө болсок. В этой схватке побеждает Айдарханов Эрсултан, Казахстан. Бұл халықаралық турнирға, Алай Open турнирына бізде Қазақстаннан 27 қатысушы, 27 спортшы келді. Сабыржанұлы Самарбек, Джиу-джитсу федерациясының президенті бізді осы арнайы осы жасқа шақырған болатын. Біздің Қазақстанда өтетін халықаралық турнирларға үнемі ол Қырғыздың балдары, Қырғызстанның құрамасы бізге келіп қатысып тұрады. Біз енді алдағы уақытта үлкен жоспарларымыз бар. Бірге жаттығу жасау, бірге жолдастық кездесу, сборлар жасау, бірге енді осындай қырғыз-қазақ джиу-джитсуны дамыту үшін алдағы уақытта үлкен жұмыстар жасалатын болады. Енді Алай деген бұл ауданда енді дамып жатыр екен джиу-джитсу. Сондықтан енді мен ойлаймын, осы турнир осындай ауылдық жерде жасап жатқаны бұл ауылдың балдарына бір беріп жатқан көмегі. Бұл ауылдың қаншама баласы келіп осында джиу-джитсуды көріп спортқа деген қызығушылықтары артып жатыр. Осы ауылдың балдары ертең әлі талай Қырғыздың туын желбіретіп чемпион атанатын болады. Сондықтан осындай ауылдық жерде ұйымдастырып жатқан жарыс болған соң қазіргі уақытта енді орташа, бірақ осындай турнирлардың арқасында мен ойлаймын, осындай ауылдарда мықты балдар көп шығады. Көп балдар бар, мықты, оларға әлі көбірек тәжірибе керек, дайындықтар керек. Бүгін Түркістанның тарихында джиу-джитсу күресі бойынша еларалық 4 мемлекет қатысқан мелдешті өткізілді. Немесе ұрпақты көрермендер, жана балалар, мелдешті ашу үшін Қырғыз Республикасының джиу-джитсу күресі федерациясының президенті, Азияның, дүниенің чемпионы, еларалық спортшылары, Federasyon Prezidenti Sabırcanoğlu Sabırcanoğlu'na söz vermek istiyoruz. Jiu-jitsu boyunca el arası turnirге hoş geldiniz. Özgürce memleketinde özümün Alay rayonunun tarafında jiu-jitsu boyunca el arası turnir. Yolunda el arası turnirlerimiz Dönükköy turnirden öldürülmesi. Bizim azıcık turnirdü öpüyoruz, olsanız azıcık кезде президентіміздің жарлығы бойынша 2018 жыл аймақтарды өніктіру мақсатында бір елі саясат болсын, же болмаса бір елі мәдениет болсын, бір елі спорт болсын
аймақтарды өніктіру мақсатында болғаннан кейін біз дағы ортада тұрып қалмастан бізде атайын демеуші болған адамдармен кеңесіп жана өзіміздің джиу-джитсу федерациясының коллегаларыбызменен кеңесіп ушул алай элиндеги джиу-джитсу федерация турнирин өткөрүүгө чечим чыгарганбыз. Джиу-джитсу боюнча эл аралык турнирди ачык деп жарыялайм. На турнире, давай, сегодня вечером приезжай, завтра с нами встретимся, все обговорим. Да, я постараюсь. Ну, в общем, или после полпятого, или до 3. Мате, стойка. Да, я буду. Бұл беттеште жеңіске Майрам Қалысбек жетішті. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Турган мырза Казакстандан келген биздин спортчубуз. Азыр биз бул жактан суроо салып көрсөк. Айтсаңыз, сиз бул жерде кандай кызматты аткарып атасыз азыр? Мен бул жака өзүмдүн шакирттеримди, житсер балаларымды алып келдим. Және де өзүм спортсмен ретинде катышууга келдим бул жакта. Мына жактагы жарыш деңгээи өтө жакшы, балаларыбыз өтө ажемы, унады, күрөштөр де, техника жагынан да жарыш өтө жакшы өттү. Энди алда убакта азыр өзүм да күрөшөм. Спортчу катары айтсаңыз, биздин Алай районунун спортчулары кандай экен? Алайдын балалары өтө жакшы, көрдүм. Бүгүнгү биздин дарежемен жакшы, дарежелер өтө жакшы. Өзүм көрүп кубанып отурмун барлык балаларды. Шакыруулар көп болсо, биз алине баарына барууга тырышабыз, және биз де шакырамыз, алда каласа алда убакта. Сиздер де келиңиздер, балаларыбыз деңгээи өссүн, балаларыбыз чемпион болсун. Даярданат Абдибай Улубек Мамат, Атилла, Мамат Каримов Ильяс, жаш
Поправка, татами номер 2. Жоошбаев Сабир, алыш. Абдыбек Нурмухаммед, алыш. Бой. Стоп, время, бойцы. Молодец. Прости. Шуратов Кутманбек, Атилла, 8 балл беріліпті. Бүгінгі турнирдің мақсаты 2018 жыл аймақтарды өнүктүрүү мақсаты болгондуктан бир эле спорт эмес, башка тармактардан да болуп жатпайбы. Ошонун ичинен биз спорттун ичинен ушул жужутсу спортун тандап, биз өзүбүз ушул көптөн бери иштеп, көптөн бери мелдештерди өткөрүп келгендиктен атайын ушу айыл жергелерине көңүл буруп, ушу биринчи алайдан баштайлы деп чечтик. Буюрса жакшы пландарыбыз бар, ой максаттар бар. Бул биринчи эле эмес. Бул турнирге аябай көптөгөн катышуучулар болду. 3 өлкөдөн келди: Казак элинен, Өзбек элинен жана Тажик элден. Көрүүчү катарында быйылкы 2018 жылкы аймактарды өнүктүрүү жылына карата өткөзүлүп жаткан бүгүнкү иш-чара аябай жогорку деңгээлде өтүп жатат. Өзүм дагы ушул Коңурду айыл өкмөтүнөн келип, Алайдатка спорт клубунан биздин өзүбүздүн балдар да келген, ата-эне катары да келип отурабыз. Азыркы бул жерде жогорку деңгээлде өтүп жатат. Мен өзүм балам да катышып жатат азыр ушул турнирге. Мына жогорку деңгээлде өтүп, мына биздин ушу ден соолукту чыңдоо, элдердин ушу жакшы деңгээлде өтүп атат да. Мынча айтканда ушу биздин Алай районунда өтүп атканы дагы бизге чоң стимул болуп атат. Ата-эне катары мен өзүмдүн уулум да катышып жатканына байланыштуу бул жерге келип эле жеңиш максат эмес. Ушул жерде катышып, ден соолугун чыңдап, терс көрүнүштөрдөн, көчөдө башка жаман көрүнүштөргө катышпай, ушул жакшы эмелерге, жакшы жактарга ооп ушундай катышып жаткандарына мен өзүбүздүн балдарга дагы ушу баардыгына ыраазычылык, ушу ийгиликтерди каалайм. Время. Мате. Токторов Темирлан, алыш. Бүгін жақсы, Құдайға шүгүр, ушул жогорку масштабтагы эрежелер жакшы сакталып жатат. Ушул биздин да айылдан дагы спортчулар эрежелерди үйрөнүп жакшы катышып атат. Ушу биз жакшы эле ушу шаардагылар бүт Бишкекке, Ошко келип бардыгы билип калган. Мына биздин Алай районуна биринчи жолу келгендиктен бизде анча-мынча кемчиликтер болуп жатат. Бунуку азыр бул спортту дүйнө жүзүндө мусулманский спортта буну жакшы кабыл алып атышат. Булардыкы ушул алардыкынан башка жумшак, аябай жумшакты талап кылган спорт.
бизди агай 2 мал тренировка кылдырган. Анан воскресенье күндөрү кросс кылып атканбыз. Бизди агай өз мээнет менен даярдаган. Мээнет күчтүү болгон. Кудай насип кылып, биринчи месттен алдым. Толкундануу болуп атат, сүйүнүп, кубанычым койнума батпайт. Алдыда Кыргызстан желегин дүйнөгө таанытат турган максаттарым бар. Кыргызстандын желегин дүйнөдө таанытуу максатым. Жеңгенде біз енді кішкене толқу болды енді. Күресте кішкене басында қорқыныш болады. Bir күрес ұтқаннан кейін енді көже кішің мықты болады сондайда. Бүгін жарысқа мен Нұрсұлтан ағайым сүйреді енді. Осы Нұрсұлтан ағайдың арқасында келіп тұрмын. Нұрсұлтан ағайыма көп рахмет. Біз осы жарыстарға, талай жарыстарға бар, талай жарыстарда мықты дайындады. Қаяқтан келдің? Қазақстан, Алматы қаласынан. Алай жергесінде ушундай чоң деңгээлде өткөн соревнованияны уюштурган адамдарга чоң рахмат. Кыргызстан Jiu-Jitsu федерациясына чоң рахмат. Кудай кааласа чоң деңгээлде өттү, казак туугандар келди. Өтө чоң деңгээлде мындай кандай десем, важный соревнования болду биз үчүн. Чоң жетишкендикке жеттик, Кудай кааласа. Деңгээл өтө мындай мени таң калыштырды болду. Мындай соревнования Ошто мен көрө элегиле. Алай калкына да чоң рахмат, ушундай бизди тосуп, эч кемсиндирбей, бизди тосуп, жакшы неме кылган. Анан өзүбүздүн толкунданып чыктым мен. Биринчиден агайларыма чоң рахмат. Альянс спорт клубуна чоң рахмат, бизди чоңой өстүргөнүнө. Келечекте дагы Кудай кааласа ушундай соревнованиялар боло берсин, алай жергесине ийгилик, бейпилдик болсун.